зейнетақы жинағы бар адам қайтыс болған жағдайда зейнетақы жинағы өсиет бойынша немесе заң бойынша мұраға қалдырылады. Мұрагерлер өздерінің зейнетақы жинағының қалдығы туралы ақпаратты мұралық іспен айналысатын нотариустен біле алады. Мұраны алу үшін мұрагер нотариусқа немесе жергілікті жердегі уәкілетті лауазымды тұлғаға өтінім қалдырады. Не болмаса оған мұрагерлік туралы, құқық туралы куәлікті беруге өтінім қалдырады. Мұралық ашылғаннан кейін, мұра қалдырушы қайтыс болғаннан кейін 6 ай ішінде берілуі мүмкін. Және де сонымен қатар нотариустен мұрагерлік туралы қағазды алғаннан кейін мұрагер немесе оның уәкілетті өкілі зейнетақы қорына өтініш беруге келеді. Және де мұрагер барлық құжаттарын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына өткізгеннен кейін 10